Ой, менің жоныскамның мантысын қараңдар. Мынау не істеп жүр? Багира, Багира, делай, Багира, делай. Хай. Тамам қорқатын намыстан. Әлге салатын я. Пошел. Шон. Бұрында мен негізі негатив, хейт барлығын көтере беретін, бірақ та дәл қазір ауыр қалып бері мен ешқандай негатив, хейт ештеңе көтере алмай жүрмін. Барлығын сразу заблокировать етіп жатырмын. Өйткені мен ауырып бастаған кезде менде 175 мың подписчик болған. Ауырғаннан кейін где-то қазір 174 мың подписчик тұр. Кәдімгідей бір 800 дейма адамдарды заблокировать етіп тастадым. Ал көбісі жазатындарын жазып алады да, дәл мына қатын ба, мына еркек па, кім мына жазған? Мен жазған несі осы текстарын қараңыздар. Енді мына қандай адам жазады мына? Есі басы дұрыс па, дұрыс емес па? Ондай адам маған зачем керек емес. Сарказм сөйлеген адамды, негатив жазған адамды, қарғаған адамды мен сразу заблокировать етсем, одан кейін барып, маған басқа аккаунтпен қайтадан шығып жатқан адамдарды өте көп. Мен қайтадан шығаршы, мен ондай оймен жазған жоқпын деп. Отырсыңдар ма, тыныш отыра беріңдер. Жазасыңдар ма, нормально жазыңдар. Общение ұстап отырмын көп адамдармен ше. Достар, алдыңғы стористе енді ана кісінің жазғандарында мен қырғыздар бүйтіп кетсін деген жерін оқымаппын, только өліп қал деген жерін оқып скрин жасап сөйтіп салып жүргенмін сториске. Сөйтсем қазір көп адамдар жазып жатыр, жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болады деп, соң ұлттың не қатысы бар деп қарасам қырғыздар туралы жазған екен да. Енді мен айтайын, Қырғызстанда болсын, Қазақстан қандай ұлт болсын, шынымен де жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болады. Мысалы, маған қазір поддержка беріп жатқан, денсаулығыма нан бүйт, мынандай іш деп жатқандардың барлығы көбісі 4 адам врач жазды. Кеше мен врач сұрадым ғой. Сол Қырғызстаннан 4 врач жазды. Ежелер, үлкен чоң рахмат, Алла разы болсын. Бірақ та әлі денсаулығым беті қараған жоқ. Барып анализ тапсырып, кәдімгідей укол система алмайынша болмай жатыр. Бірақ та Аллаға шүкір қазір уровеньде ортада ұстап тұрмын да, өйтіпше қатты кетіп жатқан жоқ, не басылып жатқан жоқ. Ерасыл братишкасын сүйретіп жүр міне. Жаным, как? Классно. Ой, ана еркелеп кеттік. Сен де ләлә болайын деп жатсың ба? Милый. Бетіне жақындай берме, оны түсірмеймін ғой мен бәрібір. Милый. Наверное, твои подписчики очень хотят его увидеть. Какой он? Опиши им, айтшы мен подписчиктарыма қандай сен братишка? Ну, для кого-то он может показаться не милым, а для кого-то милым. У всех разные зрения. Для меня кажется, что всем милым. Кстати, я голос сломал, он обливался. Кстати. Түсті ма? Могу описать такими словами. Шүрлетерден кейін жаурап қалмайын деп қалыңдап киініп алдым. Как? Могу описать такими словами. Он нереально милый, он такой маленький, он такой миленький. У него лицо такое пухленькое. Глаза какие? Вот такие вот. Круглые или узкие? Круглые. Большие или маленькие? Большие, конечно. Я біздің Гены. бопамыздың гены, біздің бопамыздың көзі дөптен керек дәу. Кімге тартқан білмейміз деп па? Ерасылға тартыпты ғой, Ерасылға. Братишкасын сүйреп жүр міне. Коляска күшті, мынау прям. Папамыз Қарағанды деп ғой, Балқашта тойға кетті, Ізбасар кетті, әнші болып. Мен бара алмадым. В общем, магазинге шыққан соң сыртқа. Балқаш, короче, мына жақта микрорайон екен, көбісіне этаж үйге. Сондай екен. Бірақ орыстар көп тұра ма, бір нәрсе ойын жақта. Осы сондай. Магазин жатағы. Ал достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Енді кеше сәл сырқаттанып қалайын дедік та, бірақ тезінен емделіп, бүгін эфирдамыз. 14:30-да көріңіздер бізді. Мен де жаңалық сол. Осы апта тойдамыз. Жаңалықтарымыз да бар. Сіздермен бөлісіп отырамыз. Реакция жіберіп, ответ жіберіп,
сәттілік тілеп отырыңыздар. Күндеріңізге сәттілік. Короче, менің қолдаушыларымнан мамаға деген сыйлығы бар екен. Саған сухофрукт. Рахмет, Алла разы болсын. Шашың күшті болып тұр ғой. Апай ма? А? Иә. Рахмет көп. Оны бітірдік. Оны бітіріп келсем пирожки дайындап қойыптым. Рахмет көп. Мен қуаныштымын. Записканы оқып жатыр. Саламатсыз ба, Әділет? Мына сәлемдемені мамаңа, құрметті қатысушылар, аманатқа қиянат қылып, мамаңа сәлемдеме. Оқы, накатса болсын. В общем, айтып жатыр, қатысушылар маған подарок келгенде жабыспаңдар, мама рахмет көп. Мама еще шортаны қара, көрсетші шортаның. Екі шортаны бар, осында келін бұйырсын. Аэропорт. Димашты таңертең қыдырып тұр. Обязательно. Давайте, жолдарым болсын. Көшеге алып жүр. Обязательно. Давайте, салям айтыңдар. Привет, давай. С него не оставляй. Хорошо, мам, хорошо. Этаждан құлап кетпесін. Давайте, мамуль. Дұрыстап қара, дұрыстап. Давай, хорошего полета вам. Давай. Қалайсыздар қыздар? Кешелі бері имплант туралы сұрақтар өте көп. Менде бір ғана имплант, бір коронка болды. Қалған тістердің барлығы орнында. Ақыл тістерді екеуін жұлдым үстін астын. Енді мына жақта біреуі өсіп тұр, біреусі енді жарайын деп тұрды. Соны надрез жасап алуға да болады. Но я пока не готова деймін ба. Имплант ауырған жоқ, қойдыру өте тез, безболезненно. Оған дейін 3 ай темірін салып қойды, соны күтті, қалай сол жерге сіңісіп кетеді дегендей. Бірақ маған бүгін дәрігер айтты, ирригатормен қолдану керек. Өйткені сол жаңағы имплант пен өз тісімнің арасында мынандай бір шел бар екен, ол жерге тамақ жиналып қалса, тіс щеткасы оны тазалай алмайды. Сондықтан ирригатор ең күшті құрал. Шашып неткен кезде барлығын жуып шайып өтеді түсінгенім бойынша. Енді сондай міне қолдану керек. Мына жағымда тіс болғалы, әлі сөйлеу маған ыңғайсыз, өйткені қанша жыл тіс болған жоқ та, енді бір түрлі үйрене алмай жатырмын. Негізінде кез келген денсаулығыма қатысты дүниеде мен өте жауапкершілікпен қараймын, оны барлығы біледі. Ол кейде артық стресс алып келуі мүмкін, өйткені уақытылы тез көрсетейік, қаратайық, не істейміз деген сияқты. Бірақ мен әр жағдайда ем жолдарын іздегенде дұрыс тамақтану арқылы, витаминдердің дефицитін толтыру арқылы сондай жолдарын іздеуге тырысамын. Және мысалға мына жерде менің шаштарым да өсіп жатыр. Ол дегеніміз мен дәрумендерді қабылдап жүрмін деген сөз, иә. Сондықтан қыздар, жылына кем дегенде 1-2 рет анализ тапсырып отырыңыздар, 1 рет чекап өтіп отырыңыздар. Ол өте маңызды, әсіресе 35-30 жастан кейін. Және қазір сіздерге осы тұста қара зере май туралы айтқым келеді. Енді денсаулық ол біздің аманат, ал оған дұрыс қарау ол біздің міндет. Сол үшін барлық гормоналды ауытқуларды жақсы емдейтін ол осындай қара зере майы, әсіресе қалқанша